Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Бұл видеода сіз білмейтін пиндуаның 5 фишкасымен бөлісетін боламын. Яғни алдыңғы видеоларда айтпаған ақпараттарды айтамын. Бірінші, бұл сапалы товарды қалай таңдаймыз, сол туралы. Мына жерде поисковикке мен, например, мына жерде сумка деп іздейін, мінекей. Сумка деп іздеп, сумка. Осылай товар іздеген кезде бізде осындай товарлар шығады. Мына жерде мына тұрған ол бізде бренд товарлар, осында қара белгісі болады. Сосын мына жерде мына тұрған минус плюс деген белгісі бар, ол бізде товар сапасына кепілдік береміз деген белгі. Мынау Пиндуа сайты спонсор жасайтын магазин. Яғни Пиндуа сайты бұл магазинді тексерген, сосын осы Пиндуа сайты спонсор жасап, товардың 50%-ын жеңілдік береді. Сосын мына жерде мынау тұрған сатылым, мысалы мына жерде 100 000 сатылымы бар деген сөз. Мінекей мына жерде 39 000. Мінекей. Осылай, осындай белгілерге мән берсек болады. Мінекей мына тұрған қысқа қызыл белгі, ол осы магазиннің, осы сумкаға сертификаты бар, сертификатталған магазин. Сосын тағы қандай белгілер? Мынандай сат. Мына жерде мынаны бассаңызда, мынаның астында тұрған, мінекей мына өті. Тек қана сумка сататын магазиндерді шығарып береді, мінекей осылай. Мен в основном осындай белгісі бар магазиндерден заказ беремін, мінекей. Мінекей мынандай белгісі бар магазиндер, минус плюс деген. Яғни товар сапасына кепілдік береміз деген. Мына жерде доставка туралы ақпарат, 13 сағатта доставка жасап береміз деп тұр. Осылай, мына жерде 737 отзывы бар. Отзывты қалай көреміз, қайдан қараймыз, соның бәрін көрсеткем. Алдыңғы видеоларды қарап шықсаңыздар болады. Екінші фишка, товар Қытайдағы складқа жетті ма? Оны қалай білуге болады Пиндуадан басқа сайт? Кейде товарымыз складқа жетті ма, жеткен жоқ па, белгісіз болып қалады. Мына жерде мысалы осылай товар складқа жетті деген белгі тұрады, немесе астында тағы болады товар складқа жетті деген белгі. Сол бізде кейде шықпай қалады. Сондай жағдайда біз Байду деген сайт бар, сіздерге көрсетемін. Google-ға Байду деген мынандай сайт бар. Осы Байду деген сайтта өзіміздің трек кодты копировать етіп, осы жерде жазсаңыз болады. Андай Chrome браузері болса, осы Chrome браузермен ашқандарыңыз тиімді болады. Өйткені бұл жерде перевод жасауға болады сайтты. Мінекей мына жерден тұрған жерге өзіміздің трек кодты үстінен басып тұрып ставить етеміз. Үстіп осылай мына көкті басасыздар. Сонда сіздерге мына жерде шығадына перевод шығып тұр, русский деп таңдасаңыздар болады. Мінекей жасыл галочка болып тұр, көрдіңіз бе? Жасыл и галочка тұр. Значит, бұл жерде мінекей көрдіңіздер ме? Аударғанда были получены деп тұр, яғни товар жеткен. Осылай товарымыздың жеткен жетпегенін білсек болады. Үшінші фишка, размерлерді қалай анықтаймыз? Киім, аяқ киім, детский аяқ киім, взрослый киімдер деген сияқты осыларды көрсете кетейін. Мысалы, мына жерде аяқ киімді тұр, аяқ киімдердің размерін көрсетейін. Мінекей мына жерде мына аяқ киімдер размеріне сетка тұр. Астында, ең астында миллиметрден. Яғни стелка бойынша мына жерде 21-22 сантиметрлерге тең. Кейбір магазиндерде мінекей осылай европалық стандарт бойынша үстіп жазып қояды. Мысалы 35 размер 22 мен 22,5 аралығында деген сияқты.
мінекей мына тұрған двойканың размерін анықтап көрсетейін сіздерге. Мінекей сынаған кірейік. Осыдан размеріне сетка. Мінекей мына жерде М, Л осындай размерлері бар. Мына жерде екі түсі тұр. Мінекей бірінші түсі, екіншісі. Мінекей мына жерде өздеріңіз көріп тұрғанда М, Л, XL деген размерлер тұр. Қасында сандар тұр. 70, 100, 100, 115 деген. Бұл бізде санды екіге бөлесіздер. Бұл жерде өсіп тұрған сандар 70-ті 2-ге, 100-ті 2-ге, яғни 35 пен 50 килограммға дейінгі адамдарға арналған М деген размер. Ал мына астында тұрған бізде 115-те 130 деген, ол 57 мен 65 килограммға дейінгі адамдарға арналған. Дәл осылай басқасында үстіп есептеп шығасыздар. Яғни осындай мынандай белгі тұрса, екіге бөлесіздер. Мен алдыңғы видеоларда осы пендуаның самый топовый фишкасын көрсетпеппін, соны көрсете кетейін. Міне шығады. Мен мына жерде 1688 деген сайтта скачать еткен фотоларым бар. Осы жерден мен бір фотоны таңдайын. Аяқ киімді таңдай. Бізде осылай сол фото бойынша товарлар шығады, Мінекей осы жерде мынаны бассаңыздар, мінекей арзаннан қымбатына қарай фильтр жасап береді сіздерге. Мына ер отырғанды. Мынаны бассаңыздар, сатылымы ең көп, сатылымына қарай фильтр жасап береді. Мына жерде мінекей өздеріңіз көп тұрғанда. Мына жерде 22 мың, мына жерде 16 мың, жерде 635, осылай сатылымына қарай фильтр жасайды. Мінекей аяқ киімдің размерін, мына жерде мысалы 21 размерде, ол 13-те 2 см стелкасы, 24-те 14-те 5. Егер сіз 30-шы размер заказ беретін болсаңыз, ол 18-те 3. Осылай стелка бойынша сантиметрмен өлшеп балаңыздың аяғын. Осылай размерді анықтасаңыз болады детский аяқ киімдерді. Ал детский киімдерде сіз мына жерде мінекей 90-шы размерде, оның бойы 70-те 85 сантиметр. Ал егер сіз 120 сантиметрге заказ берсеңіз, ол маломерка екен. Бұл жерде мысалы 105-те 115 сантиметрлік балаларға келеді. Мінекей кейбір магазиндер осылай жастарын жас қояды, 1-де 2 жасқа, 2-де 4 жасқа деген сияқты. Қасында бойының өлшемі жазылған, 75-те 89, 90-да 102 деген сияқты. Осылай размерлерді қарап анықтасаңыздар болады. Кейбір магазиндерде осылай не салмақ жоқ, не бойы қандай жасқа екені белгісіз. Бұндай магазиндерде продавецке жазып, балаңыздың бойын, салмағын продавецке жазып жіберсеңіз, продавец сізге қандай размер заказ беру керек екенін айтады. Товардың бірнеше түрін таңдауды көрсететін боламын. Мысалы ретінде мына пижаманы көрсетейін. Пижамаға кірген кезде бізде астында сатып алу деген қызыл кнопка шығады. Мінекей осыны басасыздар. Сонда мінекей мына тұрғанды бассаңыздар, мінекей осы пижаманың әртүрлі түсінен әртүрлі размер таңдай аласыздар. Мынаның осындай түсі, жасыл түсі, размері мына жерде 80-де 100 деген, бұл примерно 40-50 килограммға дейінгі адамдарға арналған. Мынау 50-ден примерно 55-ге дейінгі салмақтағы адамдарға арналған. Менің салмағым 49, мен мына емканы таңдаймын. Осыдан біреу деймін, Мінекей. Сосын енді тағы бір түрін таңдаймыз. Мінекей от тұрған, ол хит продаж. Осының енді мына L-касын таңдаймыз. Тоже бір үштік, егер 2 үштік болса, осы жерді қосасыздар, 2 үштік деп, 1 үштік болса, 1 үштікті. Қызылды басасыздар. Мінекей. Сіздерде осылай шығады. Тағы басқа түрлер керек болса, осы жерде плюсті басып таңдай бересіздер. Егер 4-ші фишкасы, ол товардың салмағын қалай білеміз. Сол туралы айтайын.
Мінекей өстіп кірсеңіздер, мына жерде продавецке жазу деген тұрады. Осы продавецке жазып, товар салмағын білсеңіздер болады. Мінекей мына жерде мысалы мен бүйтіп жазып жіберейін. Тағалдар ғой. Сәлем. Товар салмағы қорабымен қанша болады? Мінекей өстіп продавецке де қызылды басып жібересіздер. Мінекей сіздерге продавец ответ қайтарады. Қазір егер ответ қайтарса, сіздерге көрсетемін. Мінекей ответ қайтарды бізге. Осыны бүйтіп үстінен басып тұрып, мына бірінші тұрғанды басып, копировать етіп, Яндекс переводчик қой мен тек. Яндекс переводчикке саламыз. Мінекей мына жерге вставить етеміз жаңағы. Это еще не измерено. Бұл продавецтер әлі өлшемеген екен. Товар салмағын сұрағанда ответ қайтарғаным бар. Мен солардың ішінен сіздерге көрсетейін. Мынау мне размерін сұрағам. Мысалы мен баламның бойы осындай, салмағы мінекей осындай деп жаздым. Мінекей осылай қайтарды. Осында мінекей. Жерде 110-ды 113 размерден заказ бересіз деп жазылып тұр. Мына тоже копировать етіп, ответім, продавецтің ответін басып тұрсаңыз, мына бірінші тұрғанды басып, Яндекс переводчикке салып аударсаңыздар болады. Мінекей, мына жерде мен сұрағам, товардың салмағы қанша болады деп. Мінекей, мына жерде мен мынау ответ мінекей. Осыны бүйтіп, мінекей вставить. Около 6 килограмм деген. Мінекей өстіп, товардың салмағын продавецтен білсеңіздер болады. Кейде осындай продавецтің ответін перевод жасаған кезде сіздерде 3 кошек немесе қазақша аударсаң 3 мысық деген сияқты болады. Ондай кезде оны 2-ге бөлесіздер. Мысалы 3 кошек немесе 6 мысық деген сияқты тұрса, 1,5 килограмм, 6 деген ол 3 килограмм деп білесіздер. 5-ші фишкасы ол профиль әрлеу. Өзіміздің профилімізді, нақсап өзімізді фотомызды, не жерде номер жазылып тұрады, сол номерді өзгертіп болады. Мына фотоның үстінен бассаңыздар, мына жерде мынаны басып, мына тұрғанды басып, галереяның ішінен өзімізге қажетті фотоны таңдап алсақ болады. Мінекей. Осылай өзгертсек болады. Мінекей. Мінекей көрдіңіздер ме, бізде өзгерді. Не жерде сізде номер жазылып тұрады, сол номердің үстінен басып изменить деп, мінекей не жерде өшіп тұрсақ, не жерде мен өзінің атымды жазып қойғам, үстіп айтыңыз деп. Енді өздеріңіз аттарыңыз жазасыздар ғой, өзгертесіздер. Не жерде пол, яғни мужской, женский деген сияқты. Не жерде регион, сіздің хатыңыз қай жерде орналасқан, соны белгілеп қойсаңыз болады, немесе оны істемесеңіз де болады, өзіңіз білесіз. Үстіп профилімізді әрлеп шықсақ болады. Не жерде дата рождения, мысалы. Осылай профилімізді әрлейміз. Соңына дейін көргеніңізге рахмет. Мен жоғалтпау үшін каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше.